Ассалаумағалейкум. Әлемдік дағдарыс белең алған уақытта ауызбіршілікке қол жеткізе алмаған мемлекеттер ауыр сынақ үстінде. Саяси тұрақсыздық, экономикалық құлдырауға әкеп соғуда. Таққа таласқан талайлар елдің құтын қашырып жүр. Оны өздеріңіз көріп те, естіп те жүрсіз. Енді саяси дағдарыс ол мемлекетті құрдымға жіберу әбден мүмкін. Әлемде талай мемлекеттерді білеміз біз. Қаржылық дағдарыс емес, саяси дағдарысқа ұшырап, лаң болып атқан, соғыс болып атқан мемлекеттер аз емес. Сондықтан осыдан сабақ алып, біз саяси дағдарысқа ұрынбайтын жол іздеуіміз керек. Әрине, өзі жаңағы есін жия алмай жатқан мемлекетте дағдарыс одан да өз жығылып бара жатқанға жұдырық болады деп ойлаймын. Енді әрине экономикалық дағдарыс кезінде ішкі саяси жағдай тұрақсыз болса, ол қоғамға, сол жерде өмір сүріп жатқан халыққа, мемлекетке үлкен қиыншылықтар әкеледі. Иә, саяси дағдарыс қаржы дағдарысынан да ауыр. Мұндай дағдарыстар бейбіт өмірге қауіп төндіреді. Өзгелерге қарағанда елімізде дағдарысқа төтеп беретін ұлттық жоспарымыз бар. Ұлттық жоспарымызды жүзеге асыру үшін тың күш қажет. Барлық жерде өзгерістер, бұрынғы қатып қалған ескі стереотиптің бәрі бұзылып, экономикалық жағдай болсын, саяси жағдай болсын, бәрі өзгеріп жатыр. Соны өз көзімен көріп, сезініп, жүрегімен түйсінетін адам келсе, бойында күш қуаты тола болса, солға өз күш қуатын салса, сол жігерін Қазақстан елінің дамуына, сондықтан да осы жастардың келгенін дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені жастар қашанда өзгеше көзқараспен қарап, өзгеше жол іздеп ұмтылатынын біз білеміз. Мәселен осы өзгерістің бәрі мына билік басында жүрген азаматтарға байланысты. Олардың біліктілігіне, білімділігіне, тәжірибелеріне, адамгершілігіне байланысты. Халық дұрыс айтады. Негізінде адам баласына таңдау құқы берілген. Ертең өкініп, сан соғып қалмас үшін дұрыс жолды таңдау қажет. Мәжілісті, мәслихатты сайлап, қала мен ауылдарда сайлау науқанын не үшін өткізіп жатырмыз? Не үшін сайлауға барып дауыс береміз? Әр сайлаушы өзінің жаңағы сайлауға қатысып, әр депутатқа өзінің дауыс беру өте маңызды. Өйткені ол Қазақстанның болашағы, Қазақстан экономикасын дамуға өз үлесін қосады деп ойлаймын. Адамның азаматтық борышы. Ертең ол ойлайды, менің елім қандай болады, менің ертең баламның жағдайы қандай болады, ертең қалды жалпы жағдай қандай болады. Меніңше бұл сайлау өзінің дер кезінде, қажет кезінде өткізіліп жатыр ғой деп ойлаймын. Өйткені қазіргі мына заманның аяқ алысы бар. Өйткені біздің еліміздің болашағы тек қана біздің өзіміздің қолымызда. Негізінде Қазақстан парламенті әртүрлі этнос өкілдерінен тұратын әлемдегі бірегей парламент. Кез келген ұлттың өкілі еліміздің ең жоғарғы мемлекеттік органның мүшесі бола алады. Сайлаудың атын жамылып, жалған демократия іздеген алыс жақын елдердің жағдайын көріп отырмыз. Демократияны таңдаймыз деп, халықтың арасына іріткі салып, елді бұзғандар қаншама. Ал еліміздегі сайлау халықтың одан сайын бірге түсуіне ықпал етті. Біздің мемлекетте халықтың мүддесі бір екені білінеді. Яғни біздің бәріміздің ойлап жатқан, біздің армандайтын мақсатымыз тек қана бір, яғни Қазақстан дамып, дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу. Біз бұл жағдайдан Қазақстандағы тұрақтылықты аңғарамыз. Бұл жағдайдан біздер Қазақстан халқы қалыптасып отырған экономикалық қиыншылықтарға қарамай, соны жеңіп шығуға бір жұдырықтай жұмылған ел екендігін көрсетеді деп ойлаймын. Бұл да халықтың бірлігі. Сайлауымызды аман есен өткізіп, барлық депутаттық мандаттарға лайықты азаматтар сайланып, тәуелсіздігіміз 25 жылдығын алыс жақынға ат шаптырып, тойлап, мерекелеп, жақсы көңіл күймен тығырықтан да шығамыз ғой деп ойлаймын. Негізінде сайлау барысы хабардың назарында.